Ишті тілі, онамды үні, біз бүлдіршін жақсылыққа сенер. Мұң айтпай ұлын, шыдатпай қызын, жақсартана мейірімге бөлер. Құшағында шын, бауырыңа басын, тек мейірім ғана қажет екен. Маңдайдан иіскеп, ботам деп сүйші. Жаны мейірімге толы, шүбәні шашқан, ақ жанаттарына, және шексіз қамқорлықтан өтіп жатқан қарияларымызға осы мекеменің қызметкерлері. Дорогие пребывающие в Доме светского ухода мира, добрые, отзывчивые люди, работники этого учреждения, люди, которые с искренними, добрыми чувствами беззаветно заботятся о старшем поколении нашего народа. Бүгін біз үшін маңызды күн. Сегодняшний день очень важный день. Олай дейтінім, бүгін сіздермен Абай атындағы республикалық дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттың дарынды оқушыларымен сынып жетекші мен өзім сіздерге кездескелі келіп отырмыз. Сегодня наш 10 класс, нашей классной руководительницы Нурбековой Камилы Компасовной приехали из республиканской средней специализированной школы-интернат для одаренных детей с углубленным изучением казахского языка и литературы имени Абая. Кездесуіміздің негізгі мақсаты сіздердің көңілдеріңізді аулап, азғантайда болса қуаныш сыйлау. В этот день мы хотим проявить хоть малейшее уважение по отношению к вам и хоть немного поднять ваше настроение. Осы кездесу сәтінде менің оқушыларымның және өзімнің атымнан азғантай шай мәзірін және оқушыларымның шығармашылықтарын қабыл алыңыздар. С этой целью позвольте представить вам маленькое чайное меню и хотим представить вам наше творчество, которое собралось в нашей семье. Тек жылулық қана қажет ана. Құшып сүй қолда. Жолдарың ашық болсын. Сендердің кемпір шалдардың көңілін бір көтеріп тастағандарыңа мыңда бір рахмет. Алдарыңда жолдарың ашық болыпты. Армандаған армандарыңа жетіңдер, бақытты болыңдар. Денсаулықтарың мықты болсын айналайындар. Рахмет сендерге, рахмет. Мың рахмет. Пришли в эти праздничные дни в наш пансионат. Вы подняли наше настроение на 100 баллов. Спасибо за ваши таланты. Развивайте их, учите историю, учите все, что связано с нашей страной. Спасибо вам. Ждем на праздник каждый день, готовы принять каждого в свой коллектив с вашей музыкальной программой. Спасибо большое. Қарты бар, қазынасы бар дейді ғой. Осындай қазыналарымызды шексіз ізгі ниеттерімізбен қарап отырғандарыңызға сіздерге мың тағзым етеміз. Сіздерге алғыс айтамыз. Енді біз азғантайда болса сіздердің көңілдеріңізді көтеруге тырыстық. Осыған риза боласыздар. Бізді әлде осымен біздің сіздердің көңілдеріңізді көтеретін сыйымыз, құрметіміз осымен таусылмай, әлде болашақта жалғасын табар деген ойдамыз. Сіздерге көп алғыс бізді қабылдағандарыңызға. Сіздер қариялар, аталар, аналар мына жерде отырған. Сіздерге көп алғыс айтамыз. Сіздер ауырмаңыздар. Сіздер әр күндеріңіз сіздердің сәтті болсын. Біз сіздерге барлық жақсылықты тілейміз әлемдегі.
Сіздер аман болыңыздар. Айтқан